Құлшылық қабыл болу үшін жасалатын 4 амал. Бір дана кісі былай деген екен: адамның амалы дұрыс қабыл болу үшін 4 нәрсе қажет. Бірінші, білім, яғни істі бастамас бұрын білімі болуы тиіс. Өйткені адамның жасаған амалы білімсіз орындалса дұрыс болмайды. Білімсіз орындалған істің пайдасынан гөрі зардабы зорырақ. Екінші, ниет. Амалын іске асырып жатқанда ниеті дұрыс болуы керек. Себебі ниеті түзу болмаса, амалы да дұрыс болмайды. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Шын мәнінде амалдар тек қана ниеттерге байланысты. Әркімнің ниеті қандай болса, табысы сол деген. Намаз, ораза, зекет, қажылық тағы басқа құлшылықтар дұрыс ниетпен ғана қабыл етіледі. Сондықтан құлшылық қабыл болу үшін міндетті түрде істі бастап жатқанда ниеті түзу болу тиіс. Үшінші, сабырлық. Амалды байсалдылықпен жүзеге асыру үшін істің ортасында сабыр ете білу керек. Төртінші, ықылас. Істі бастағаннан кейін оны ықыласпен істеу керек. Өйткені ықылассыз орындалған амал қабыл емес. Ал ықыласпен орындалса оны Алла қабыл етеді. Әрі адамдардың жүрегі оған қарай ауады.